Так, достар, біз қазір дәмді сәбіз қосылған, мейіз қосылған печенье жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, май, ұн, мейіз, сәбіз, айран қажет болады. Қанша мөлшерде қажет болатынын жазатын боламыз сіздерге нақтырақ. Ең алдымен жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын оған 3 ас қасық қант саламыз. Миксермен оны араластырып аламыз. Миксермен оны араластырып алғаннан кейін біз айранымызды құямыз. Сосын өсімдік майын құямыз. Тағы да миксермен араластырып аламыз. Миксермен араластырып алдық. Енді біз суға жақсылап жуылған мейізімізді саламыз. Мейізден кейін жақсылап майдалап туралғаннан сәбізімізді саламыз. Сөйтеміз де араластырамыз. Мінекей мен араластырып болдым. Енді біз дайындап алған міне ұнымызды саламыз. Ұнымызды саламыз. Оннан кейін разрыхлитель қосқышымыз қосамыз. Негізі бір шай қасық жетеді, менде кішкене қалған, соны қоса саламын. Жақсылап бәрін қолмен араластырамыз. Мінекей жақсылап қамырымызды иледік, осындай болу керек. Енді мұны рулет сияқты қылып кесетін боламыз. Мінекей өстіп рулет сияқты қылып алдық, енді пышақпен бұны бөліп шығамыз. Осылай. Сөйтеміз де әдемілеп табамызға саламыз. Мінекей осылай болады. Мен енді кішкене формалар әртүрлі болып қалды менде, бірақ бірдей формада жасасаңыздар болады. 50 минут піседі, 180 градус қыздырылған пеште. Мінекей біздің печеньеміз де дайын болды. Ас болсын, дайындап көріңіздер, өте дәмді, тәтті, ерекше печенье шығады.